Ассаламу алейкум, баршаңызға бүгін осындай батоннан дайындайтын боламыз. Аты батон деп аталады екен. Өте жұмсақ болып шықты. Сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Ең әуелі жылы суымызды құямыз, бір шыны жылы сүтімізді құямыз. Одан кейін аштығымызды саламыз, бір қасық аштығымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы керек. Суымызда, сүтімізде жылы болу керек. Одан кейін қаймағымызды қосамыз. Бір шай қасық тұзымызды, бір шай қасық қантымызды саламыз. Шамамен 2-3 ас қасық қаймақ қосамыз. Қаймақ жоқ болса, оның орнына майонез қосуларыңызға болады. Одан кейін бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді үстінен ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырын жұмсақ қылып илейміз. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, парақшаның дамуына өз үлестеріңізді қоса тұрсаңыздар, алдын ала көп рахмет. Енді қамырымызды илеп болғаннан кейін, жылы жерге бетін орап, 1-1,5 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Мінекей қамырларымыз көтеріліп, дайын болды. Енді осы қамырларымызды алып 4 бөлікке бөлеміз. Одан кейін осылай жайып аламыз да, дәл видеодағыдай осылай орап шығамыз қамырымызды. Дәл видеода көрсетілген бойынша орап, қамырымызды осылай видеодағыдай орап болғаннан кейін, осылай ашылған жерлерін қолымызбен тегістеп, жабып шығуымыз керек. Қамырымыздың ашылған бөліктерін мықтап жаппасақ, онда қамырымыздың формасы дұрыс келмей қалады. Алдымен осылай 2 бөлігін алып, дәл осылай рулет сияқты орап, жан-жағын тегістеп, табамызға салып, 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоятын боламыз көтерілгенге дейін. Мінекей қамырымыз 2 есе болып көтерілген. Енді осы қамырымызды бетін осылай пышақтың ұшымен тегістеп кесіп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.